қазақ әдебиетінде алдында үлгісі жоқ, бірақ кейінгілерге үлгі болған классикалық туындыға айналады. Армағайын. Бұл Шұғаның белгісі шығармасы болатын. Есімбек деген байдың Шұға деген қызы 16-ға келгенше ешкімге назарды салмайды. Әкесі де оны ешкімге аттастырмаған. Небір байда, бағлан да келіп құда түскен. Бірақ Шұға сол ауылдағы оқыған. Бірақ кедейдің баласы Әбдірахманды бір көргенде ұнатады. Оны жазушы түңліктің ар жағынан сығалап қарағаннан сездіреді. Екеуі бір-бірін ұнатып, ғашықтық хат жазысады. Бірақ Есімбек қызын Әбдірахманға бергісі келмейді. Со ауылдағы Айнабай деген бірді бірге соғып жүретін қу өз қызы Күлжипаны Әбдірахманға бергісі келеді. Шұға мен Әбдірахман жарасқанын естіген соң араларын суытпақ болып, қыз әкесі Есімбекке жамандап барады. Содан Әбдірахманды қудалау басталады. Күн бата ауылдан шықтық. Біздің де жеккеніміз парат. Делбені өзім ұстадым. Жол Есімбектің ауылының үстінен баса жүреді. Қатты шыққан қарқынымызбен келіп қалдық. Әбдірахманның екі көзі алдында. Алдымызда 100 саржын шамасында Есімбектің үйі тұр. Бірақ Шұға көрінбейді. Шіркін-ай, сүйіспендікте қиын ғой. Жаңа жеккен ат басымен алсат. Енді кішкене жүрсек өтіп те кетеміз. Бірақ өткіміз келмейді. Аттың басын тежей берем. Кім білет, бұдан кетсе Әбдірахман Шұғаны мәңгі көре алмас. Яки көрсе де біраз уақыт сағынуға тура келер деген ой елестейді. Бірімізге біріміз сөйлеспесек те, біріміздің ойлағанымызды екіншіміз біліп келеміз. Бұрын түнде барғанда маңынан жүргізбейтін Есімбектің аю төбеттері үріп алдымыздан шықты. Есіктің алдында бір талай адам жағалай отыр. Көздері бізде. Әңгімені соғып отыр. Кім білет, әлде бізді мазақ қылып отыр ма? Басына кимешек киген Шұғаның үлкен жеңгесі Қарашы үйдің белдеуіне ботаны байлап түйе сауып отыр. Үлкен үй мен отаудың арасында бәйбіше теңселіп жүр. Бәрі де маған қуанышты секілді көрінді. Біздің кетіп бара жатқанымызға таңырқаған ешкім жоқ секілді. Ұсталып айдалатынын әлде қашан бәрі де біліп қойған тәрізді. Бәрі де күліп жүр, бәрі де босып жүр. Бірақ Шұға жоқ. Әбдірахман кенет «Айда» деді. Ат тоқтауға айналған екен. Делбені жиынқырап ұстап, айдай бергенімде ауылдың сырт жағындағы құдықтан келе жатқан екі әйел көрінді. Біреуі Шұға, апырмау жаман қуандым. Көзімнен жас шығып кетті. Қатарласып келгенімізде бізді танып, екеуі де сұстиып тұра қалды. Зайкүлдің иығында шелек, Шұға жанында бос еріп келе жатыр екен. Әбдірахман арбадан қарғып түсіп жүгірді. Құшақтар сүйер деп едім, айтпеді. Жұрттың бәрі самсап қарап тұрған соң, ибалық қылды білем. Бекер ұялды. Құшақтау керек еді, сүю керек еді. Апырмай, қайда барасыңдар деді Шұға. Болыс қайдап барады деді Әбдірахман. Шұғаның көзінен жас мөлдіреп қоя берді. Арбаның үстіндегі мен де еріксіз жыладым. Зайкүл шіркін қорқақтау еді. Жалтаң-жалтаң қарады да, ойбай тентек жанау, жүр, ауылдың адамдары жүгіріп келеді деп шелегін жерден көтеріп ағалды. Айрылмай амал жоқ екенін екеуі де сезет. Бірінің көзіне бірі қарап қатты да қалды. Арт жағымызда айқай-ұйқай, боқтау, жүгірген адамның аяғының дыбысы. Алдымызда біраз жер барып тоқтап, бізді күтіп стражник ойбай салып жатыр. Әбдірахман, қош деді. Теңселіп келіп арбаға мінді. Көзінің жасы мөлдіреп ағып бетін жуып кетті. Біз атты айдай бергенде қарлыққан дауыспен «Қош қалқам, қалқам» деді Шұға. Кемсеңдеп жылап отыра кетті. Бұлай қарап тұрсаңыз, сюжеттік тұрғыдан ешқандай жаңалық жоқ. Кәдімгі 20 ғасыр басындағы қазақ прозасына ортақ жері деп қана түсінуге болар еді. Бірақ біз айтып кеткен тілдік, формалық, стильдік ерекшелік бұл шығарманы қазақ әдебиетінің классикасының бастауларына шығарып тұр.